Шұғыл хабарлама. Талибан мен Иран арасындағы оқиғалар су қақылығынан басталды. Негізгі хабарламалар. Талибан Иранға соғыс жариялады. Бұл туралы Талибан жетекшісі Абдулхамид Харасани хабарлады. Желілерде тараған жаңалықтарға қарағанда Талибан 24 сағат ішінде Иранды басып алғысы келеді. Талибан Иран шекарасындағы барлығы 18 нысанды жойғанын мәлімдеді. Ауғанстан мен Иран арасындағы қақтығыс Ауғанстан шекарасындағы суға құқыққа байланысты басталды. Бақ. Талибан Иранға соғыс жариялап, бірнеше күннен кейін Техранды басып алуға уәде берді. Екі елдің шекарасында шайқас басталды. Талибан соқтығысты бастады. Мұны ең байыпты түрде ескеру керек. Иран полициясының қолбасшысы. Құрметті көрермендер, ең соңғы жаңалықтарды және де теледидарда көрсетілмейтін құпия хабарламалар арнасына жазылыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.